Қайырлы күн достар, бүгін осы трендтегі торттың декорын жасап үйренеміз. Ол үшін бізге вафельный бумага қажет болады 2 дана, және оның жұқалығы 3 мм болу керек. Қағазымыздың ені 21 см, 7 см-дан белгілеп, 3 ұзын жолақ қиып шығамыз. Енді осы ұзын жолақты 2-ге бөлеміз, одан кейін тағы да 2-ге бөліп, 4 бөлік аламыз. Мен ол үшін бірінші беттерін майыстырып, сол сызық арқылы қалғанын қиып отырамын. Бұл жерде өлшеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Міне, осылай қағазымызды кесіп дайындап алдық. Тамаша. Енді бізге біраз су мен қыл қалам керек болады. Қағазымыздың матовый жағын сулаймыз ортасын. Көлденең бүктейміз, одан кейін тағы бір бүктеп, сулап, осылай 2 саусағымызбен қысып тұрып, жабыстырып аламыз. Қағазымызды бүктегенде кішкене көлденең бүктеңіздер. Ортасын сулаймыз. Бүктегенде осылай ұшы шығып тұру керек. Қатты сулаудың қажеті жоқ. Қағаз өте жабысқақ болады, өзі жабысып қалады. Сәл уақыт ұстап тұра тұрсаңыз жеткілікті. Осылай барлық қағазымызды дайындап шығамыз. Қағаздарымыз дайын болды. Енді біраз мөлшерден натуралды ақ шоколад ертіп алыңыз. Салқындатылған тортқа қағазымыз шоколадқа малып отырып, осылай шеңбер-шеңбер қойып шығамыз. Торт салқын болғандықтан декор тез қатып ұсталынады. Енді кондуринді спиртпен езіп, осылай шетін әдемілеп, әсемдеп бояп шығамыз. Майшамдарды да шеңбер ретінде қойып шығасыздар да, топерді беткі жағына орналастырасыздар. Міне, бүгін біз сіздермен тамаша бір үлгіні жасап үйрендік. Видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Видеоны жоғалтып алмау үшін сақтап қойыңыздар, және келесі рецепті көру үшін қоңырауды басып қойыңыздар. Келесі кездескенше.